Сәлеметсіздер ме, 5-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 4-ші тоқсанның 90-дық жиынтық бағалауын талдайтын боламыз. Бірінші сәйкестендіріңіз дейді. 15 секунд 1 минуттың қандай пайызын құрайды? Сіздер пайыз тақырыбын өттіңіздер, санның пайызын таба аласыздар, пайызы бойынша санды таба аласыздар. 15 секунд 1 минуттың қандай пайызын құрайды? Есімізге түсіреміз. 1 минутта 60 секунд бар. Олай болса, 15 секунд 1 минуттың қандай пайызын құрайтындығын табу үшін 60-тан 15-ті көбейтеміз 100-ге. 60-тан 15 дегеніміз 4-тен 1 көбейтеміз 100%-ға. 4 пен 100-ді қысқартамыз. 15 секунд дегеніміз 1 минуттың 25%-ын құрайды. Келесі босында 20% 200 метрге тең болатын километрді табуымыз керек. Яғни берілген варианттардың ішінен қай жауап дұрыс, соны таңдаймыз. Ол үшін 200 метрді пайызға бөлеміз және оны 100-ге көбейтеміз. Немесе түсінікті болу үшін былай жазайын. 200-ді 20-ға бөліп 100-ге көбейтеміз. Тең болады. 20 мен 100-ді қысқартамын 5, 200-ді 5-ге көбейтемін 1000 метр. 1000 метр дегеніміз 1 километр. Екінші есеп. Сүттен 10% ірімшік алынатыны белгілі. Анықтаңыз. Біріншісі 22,4 килограмм сүттен қанша ірімшік алуға болады? Ол үшін 10%-ды біз санға айналдырып аламыз. 10% дегеніміз 100-ден 10 немесе 10-нан 1. 22,4 килограммнан қанша ірімшік алуға болатынын табу үшін 22,4-ті 10-нан 1-ге көбейтемін. 22,4-ті 10-ға бөлемін деген сөз. Яғни 2,100-ден 24 килограмм ірімшік алуға болады екен. Келесі 3,2 килограмм ірімшік алу үшін қанша сүт қажет? Енді керісінше 3,2 килограммнан қанша, яғни ірімшік алу үшін 10% ірімшік дейді ғой, қанша сүт қажет екенін табуымыз керек. Ол үшін 3,2-ні бөлеміз 10-нан 1-ге. Тең болады. 3,2-ні бөлуді көбейтуге алмастырам, 10-ға көбейтемін 32. 32 килограмм сүттен 3,2 килограмм ірімшік алуға болады. Үшінші есеп. Бұл жерде транспортер көмегімен салу керек, сондықтан өздеріңіз транспортерді қолданып саласыздар. Төртінші есеп. НПК бұрышы 120 градусқа тең. Е нүктесі осы бұрыштың ішінде орналасқан және де НПК бұрышын 5:7 қатынасында бөледі. НПЕ бұрышының градустық өлшемін табыңыз. Кез келген бұрыш саламын. Қазір менде 120 градус болғандықтан бұл доғал бұрыш болу керек, сондықтан бұлай саламын. НПК. Және Е нүктесі осы бұрыштың ішінде орналасқан. Менде Е нүктесі болсын. НПК бұрышын 5:7 қатынасында бөледі. Бізде барлығы 120 градус болса, мына ПЕ сәулесі 5:7 қатынасында бөліп тұр. НПЕ бұрышының градустық шамасын табуымыз керек. Қалай табамыз? Ол үшін 5-тің 7-ге қатынасы дегеніміз, яғни 5х-қа 7х қосатын болсақ, 120 градус шығады. 5х-қа 7х қоссам 12х тең болады 120 градус. Х-ті табу үшін 120-ны 12-ге бөлем 10 градус. Х-ім 10 градус болса, 5-тің 7-ге қатынасындай бөледі десем, мынау менде 5х, мынау 7х. Әрине сурет бойынша менде кішкене дұрыс болмай қалды, себебі 5х-ім 7х-қа қарағанда кішірек болу керек. Былай қарай орналасу керек еді. Е нүктесі. Қате.
Сонда НПЕ бұрышының градустық өлшемін табу үшін бұрыш НПЕ тең болады 10-ды 5-ке көбейтемін 50 градус екен. НПЕ бұрышы 50 градус. 5-ші есеп. Көп бұрыш болмайтын фигура. Шаршы ол көп бұрыш, оның 4 бұрышы бар. Шеңбер, мінекей шеңбер бізде көп бұрышқа жатпайды. 6-шы есеп. Дәрігерлер күндізгі тамақтану мөлшерін 4-ке бөлуді ұсынады. Таңғы ас 25%, екінші таңғы ас 15%, түскі ас 45% және кешкі ас 15%. Күндізгі тамақтану мөлшерін бөлуді дөңгелек диаграммада кескіндеңіз. Дөңгелек диаграммада кескіндеу үшін міндетті түрде бірінші шеңбер салып аласыздар. Және де 25, 15, 45, 15 бұның барлығы неше градус болып тұр? Мына жерде 15-ке 15 қосамын 30, 45-ке 25 қосамын 50, 70, 100%. Барлығы 100% болып тұр. Так, енді қараңыздар. Барлығы бізде 100%. Жиырма 15%, 15%, 45 және 15%-ді белгілеу үшін осы дөңгелек диаграммада біз былай жасаймыз. Бір айналым жасаған кезде ол 360 градусты толық бұрышымыз. Сонда 360 градусты бөлеміз 100-ге. Неше болады? 3,6 болады. 3,6-ны 25-ке көбейтеміз. 3,6 көбейту 25. Дәл солай 15-ті көбейтемін 3,6-ға, 45-ті көбейтемін 3,6-ға. Так, 25-ті 3,6-ға көбейтеміз. 0, 3 ойда 15, 18, 2, 1 ойда 6, 7, 0, 0, 8, 9, 1 ой, 90. 90 болады екен. Так, 3,6-ны 15-ке көбейтемін. 0, 3 ойда 15, 18, 6, 3, 0, 4, 4, 5. 540 бір орны тұр айырамын 54. Так, енді 45-ке көбейтемін. 0, 3 ойда 18, 4, 2 ойда 12, 14, 0, 2, 1 ойда 15, бір орны тұр айырамын 152. Тағы бір 15-іміз бар, онда 3,6-ға көбейтеміз 54. Сонда сіздер дөңгелек диаграмма салған кезде 90 градус. 90 градус бұл бізде таңғы ас, яғни 25%-ын алып тұр. Таңғы ас. Келесі, екінші таңғы ас 54%. Кәдімгі транспортермен өлшеп саласыздар 54%-ды. Одан кейін тағы да дәл сонда 54%, сосын 152%-ымыз, яғни 152 градус, пайыз емес, мына жерде 54 градус, 54 градус, 152 градус. Сонда немесе былай жазып қойынды, мұнда 25%, мұнда 15%, мұнда 15%, мұнда 45%. Осылай етіп дөңгелек диаграммаға бөлесіздер. 7-ші есеп. Суретте әрбір аймақтың ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілер саны келтірілген дейді. Так, бізге берілген 4 облыс берілгенді. Қостанай, мына жерге жазамыз. Қостанай, Солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола және Павлодар. Мына жерге аймақтың атауы деп жазуыңызға болады. Аймақ атауы. Сосын шаруа немесе фактор қожалықтары, дара кәсіпкерлер, кенттің, ауылдың, ауылдық округтердің үй шаруашылықтары. Әр қайсына сәйкес жазамыз. Қостанайды қараймыз. 6497, 687, 103.941. Келесі Солтүстік Қазақстан облысы 4683, 654, 96.073. Ақмола 6025, 1256, 125.476. Және соңғысы Павлодар
3543, 2275 және 66435. Мінекей кесте арқылы келтіріңіз, осылай кестеңізді сызып аласыз. Одан кейін шаруа немесе фермер қожалықтары ең аз қай аймақ? Бұлай салыстырасыз мінекей. Қайсысы ең аз? Ақмола, да? Жоқ, Павлодар 3543. Мына жерге біз Павлодар деп жазамыз. Өнім өндірушілердің барлық түрінен саны ең жоғары қандай аймақ? Қарап шығамыз. Барлық түрінен деп тұр. Қостанай. Барлық түрінен мінекей. Тағы да Қостанайда көп. Өнім өндірушілердің барлық түрінен саны ең жоғары қандай аймақ? Так, мына жерде 687. Мында Қостанай емес. Так, 103 мың. Так, мұнда 4683. Мұнан қарағанда азғантай. Мұнда бізде көбірек та басқасына қараған кезде. Және мұнда көбірек. Бұл аймақта өнім өндірушілердің барлық түрінен санының жоғары болу себебі неде? Так, бұл жерде 125 мың, 476, 1256. Ақмола. Бұл жерде Ақмола деп жазамыз. Себебі басқаларына қараған кезде мына жерде барлық түрінен саны жоғары, көбінесе Ақмола. Бұл аймақта өнім өндірушілердің барлық түрінен санының жоғары болу себебі неде? Мына жерге өзіңіздің ойыңызды жазып кетесіз. Так, оқушылар 8-ші есепте параллелепипедтің жазбасын салыңыз дейді, оны өздеріңіз саласыздар. 9-ші есеп, 4 ағайынды жігіт шаршы пішінді жер учаскесін сатып алды. Ол жерде әр түрінен 4-еуден барлығы 12 ағаш өсіп тұр. Ағайындыларға осы учаскені 6 түзу сызықты кесінді арқылы әр қайсына тең етіп, сонымен қатар бөлінген жер аудандарының формасы бірдей болатындай және ағаштардың әр түрінен бір-бірден өсетіндей етіп бөлуге көмектесіңіз. Байқап тұрсаңыз, мына жерде ағаштың түрлері орналасқанды. 4-4-те, мысалы 4 шырша, 4 мынадай ағаш, 4 мынадай ағаш орналасқан. 4 ағайынды жігітке осы 12 ағашты тең етіп бөліп беруіміз керек 6 түзу сызық арқылы. Сонымен қатар бөлінген жер аудандарының формасы бірдей болу керек. Және ағаштардың әр түрінен бір-бірден өсетіндей етіп бөлуге көмектесуіміз керек. Так, көрейік. Мына жерден бастап көрейік. Мінекей бір ағашым алынды. Так, 3 ағаштан да 4 ағайындыға біз 3 ағаштан бөліп беруіміз керек. Так, мінекей бір ағайынды үшін 1, 2, 3 түрлі ағашы бар. 2 ағайынды үшін міне 1, 2, 3 түрлі ағашы бар. Енді ауданын қарайық. Мына жерменде 3 клетка болса, так, мына жерде 9 клетка. Так, 3 9-ым 27, оған қосамын. Мына жердегі аудан 3-те 3, 9 тең болады 36. Мына жерде санаймын. 9, 9-ды 3-ке көбейтемін 27, оған қосамын. Мына жердегі ауданым 9 тең 36. 36, 36 әзірге шығып тұр. Так, енді мына жерді бөлуім керек. Так, бұлай жүретін болсақ. Мына жер тағы да 9, 9-ға қосамын. 27 тең 36. Соңғысы мына жер 9, оған қосамын. 27. Барлығына ауданын теңдей етіп бөліп бердік. Яғни осындай есеп келетін болса, осылай етіп орындайтын боласыздар. Бұл жерде тор көздері арқылы берілгендіктен ауданын табу бұл жерде оңай.